Келесі 785 есебіміз. Бірінші бассейнде 1600 метр куб, екінші бассейнде 1215 метр куб су бар. Бірінші бассейндерді тазарту үшін одан сағатына 65 метр куб насоспен сыртқа ағызылады дейді. Қандай да бір уақытта, екеуі бірдей. Екінші бассейнде сағатына 45 метр куб су насоспен құйылды. Екі насос жұмыстарын бір уақытта басаса, неше сағаттан соң екі бассейнде су көлемі теңеседі дейді. Сонда бірінші бассейннен 1600 метр куб су ағызылады, яғни сыртқа шығарады, минус болады бізде ол. Қандай да бір уақытта, оны x деп алайық, көбейтеміз 65-ке, яғни сағатына 65 метр куб ағып жатыр ғой. Ал енді осыған теңеседі. Екінші бассейніміз 1215 метр куб су бар еді. Оған бірақ қосылады. Себебі оған ағызылып жатыр, ішке қарай кіргізіп. Сонда сағатына 45 метр куб су. Яғни метр куб жазбай қойып. Метр куб су. Енді осы теңдеуден x тауып алайық. Сонда минус 65x азайтылған 45x тен 1215 азайтылған 1600. Сонда минус 110x болады. Азайтатын болсақ, минус 385-ке тең болады. X-тен 385-ті 110-ға бөлетін болсақ, 3,110-нан 55-ке тең болады. Оны қысқартып жіберейік. Сонда 3,1-нан 5-ке тең болады. Ол дегеніміз 3,15 сағат. Яғни 3,5 сағатта екі жақтағы бассейн теңеседі екен. Келесі 786 есебіміз. 6 А сындағы оқушылар саны 6 В сындағы оқушылар санының 25%-ға артық. 3 оқушыны 6 А сынынан 6 В сынымына ауыстырғанда 2 сынып оқушылары теңесті деді. Біз 6 В сынып оқушыларын X деп белгілеп алайық. Ал 6 А сынып оқушыларынан 25%-ға артық деді. Ол дегеніміз сонда X-ті 100% дейтін болсақ, 6 А сынып оқушыларын 125% дейміз. Енді осы жерден 6 А сынып оқушыларын тауып алайық. Ол дегеніміз сонда X көбейтілген 125 бөлінген 100. 25 санына қысқартатын болса 5, 4 болады. Сонда 4-тен 5x болады. Ол дегеніміз 1,4-тен 1x кетен болады. Бұл бізде 6 А сынып оқушылары. 6 А ол 1,4-тен 1x кетен екен. Енді 6 А сыныбынан бір оқушыны алдып 6 В сыныбына ауыстырған кезде екі жақ теңескен екен. Сонда 1,4-тен 1x-тан азайтамыз 3 оқушыны x қосылған 3-ке теңеседі. Осы жерден x тауып алайық. Сонда 1,4-тен 1x минус x-тен 3 қосылған 3. Алдында 1 бар деп есептейміз, 0 кетеді. Сонда 4-тен 1x тен 6-ға. X-тен сонда алымына көбейтіледі. Сонда нәтижесі 24-ке тең болады. Яғни x деп отқанымыз 6 В сынып оқушысы бізде 24-ке тең екен. 6 В тең 24 оқушыға. Алғашқыда сыныптардың әрқайсысында. Ал 6 А тең болады. Сонда 1,4-тен 1 көбейтілген 24. Сонда 4 алымында 5 болады. Көбейтілген 24. Қысқартамыз 6 болады. Көбейтсек 30-ға тең болады. Сонда 6 А сыныбында 30 оқушы, 6 В сыныбында 24.
Келесі 787-ші есебіміз. Екі пойыз А станциясынан бір-біріне қарама-қарсы бағытта жүріп барады. А станциясынан бірінші пойыз 70,5 километр. Ал екінші пойыз 56,175 километр. Яғни бұл жолды жүріп қойған. Бірінші пойыз 57 км сағат жылдамдықпен, екінші пойыз 62,5 км жылдамдықпен жүрді дейді. Қосамыз осыған, қосамыз, тағы да жүретін жол. Жылдамдық берілген бізде 57 км жылдамдықпен X уақыт жүреді, яғни уақыт берілмеген. Дәл солай бізде екінші пойыз 62,5 км сағат жылдамдықпен қандай да бір уақыт жүреді. Сол неше сағаттан соң екі пойыз А станциясынан бірдей қашықтықта болады дейді. Яғни қанша уақыттан кейін екі жақ теңеседі дейді. Ол үшін X-ті табуымыз керек. 57X азайтылған 62,5X тен 56,175 азайтылған 70,5. Азайтатын болсақ, минус 5,5X тен 56,175-тен 70,5 азайтатын болсақ, минус 13,175-ке тең болады. Енді X-ті табу үшін минус 13,175 бөлінген минус 5,5. Сонда уақыттың нәтижесі 2,15-ке тең болады. Яғни 2,15, 2,5 сағаттан соң екеуі бірдей қашықтықта болады екен. Жеті 789 есебіміз. Көгалдандыру үшін екі көше бойына қатар ағаштар отырғызылды. Бірінші көшедегі ағаштар саны екінші көшедегі ағаштар санынан 1,4 есе көп дейді. Сонда екінші көшені X ағаш бар десек, ал бірінші көшеде оған қарағанда 1,4X ағаш бар екен. 13 ағашты бірінші көшеден екінші көшеге ауыстырып отырғызса, екі көшеде ағаштар саны бірдей болады дейді. Алғашыда бірінші көшеде неше ағаш отырғызды дейді. Екінші көшеде неше ағаш отырғызды дейді. Сонда бірінші көшеден 1,4X-тен 13 ағашты алып, екінші көшедегі ағашқа отырғызатын болса, екі жақ теңеседі дейді. Яғни осы жерден X-ті тауып алайық. 1,4X азайтылған X тен 13 қосылған 13 азайтатын болсақ, 0,4X тен 26-ға. X тен 26-ны бөлеміз 0,4-ге. Сонда X-тің жауабы тең болады 65-ке. Яғни X дегеніміз екінші көше, яғни екінші көшеде 65 ағаш бар. Ал енді бірінші көшеде қанша ағашын білу үшін орынға апарып қоямыз, яғни 1,4-ті көбейтеміз 65-ге, нәтижесі тең болады 91. Яғни екінші көшеде 90, бірінші көшеде 91 ағашы, екінші көшеде 65 ағашы бар екен.